Сәлем достар, бүгін сіздермен нағыз қаттама дайындаймыз. Өте керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ол үшін бізге 300 мл қайнап тұрған су, 1 жұмыртқа, 30 грамм майонез, 2 шай қасық тұз және де 4 стакан ұн қажет. Қамырымызды тым қатты жұмсақ емес, қатты емес, орташа қылып илейміз. Тынытып қоямыз жарты сағатқа. 6 бөлікке бөліп аламыз. Сосын кезек-кезекпен жайып шығамыз. Жайып сливочное масло құямыз. Сосын бетіне ұн сеуіп жіберсеңіздер, сонда май сыртына шығып кетпей әдемі болып ұсталып тұрады. Енді кезекте орап, морозильникке жарты сағатқа жібереміз. Менің қамырым жарты сағат тұрды. Мен бүгін үшеуін пісіремін. Қалған үшеуі морозильникте свежий күйінде тұра береді. Кейінде пісіремін. Сковородкамызға сливочное маслоның қалғанын жағып аламыз. Сонымен екі бетін ауыстырып қуырамыз. Міне біздің қаттамамыз дайын болды. Нағыз қаттама болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Біздің каналға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.